Мұрын бітелсе не істеу керек? Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен керек арнасы. Видео басталмай тұрып, осы видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, қоңыраушаны басып қоюларыңызды сұраймыз. Мұрын бітеліп қалса, тыныс алу ауырлайды. Бұл жағдай күнделікті өмірде ыңғайсыздық тудырады және ұйықтауды қиындатады. Егер оны емдемесеңіз, ол әртүрлі ауруларға асқынуы мүмкін. Пайда болу себебі мұрынның бітелуі бұл ауру емес, ол басқа аурудың белгісі. Көп жағдайда оның басты себепкері суық тию. Бактериялар үнемі мұрын ішінде өмір сүреді. Ауа райы суытқан кезде олар өте агрессивті болып, шырыштың қабынуын тудырады. Сондықтан адам жиі түшкіріп, мұрыннан және көзінен су аға бастайды. Сонымен қатар пайда болу себептеріне аллергиялық реакциялар, аденоидтар және мұрын қуысының ісіктерін жатқызуға болады. Үй жағдайында қалай емделуге болады? Мұрын тамшылары. Егер мұрныңыз қатты бітелсе, емді осыдан бастау керек. Өйткені ол гайморитқа айналып кетуі мүмкін. Бірақ абай болыңыз. Тамшыларды 5 күн ғана қолдануға кеңес беріледі. Себебі бір аптадан кейін ол есірткі сияқты тәуелділік тудырып, бұл препаратты күнделікті пайдалануға мәжбүр боласыз. Мұндай жағдайға тап болсаңыз, сізге тек қана хирургиялық ота ғана көмектеседі. Мұрынды шаю. 1 стакан жылы судың ішіне 1 қасық теңіз тұзын салып ертіңіз. Содан кейін басыңызды бір жаққа еңкейтіп, ерітіндіні үстіңгі жағындағы тесікке қойыңыз. Осы процедураны күніне бірнеше рет қайталаған дұрыс. Мақта тампондары. Көптеген жағдайларда қарапайым бал көмектесе алады. Мақта тампондарын балға батырып, мұрынға 15-20 минутқа дейін салып қойыңыз. Ол қабынуды кетіруге арналған тиімді құрал. Ауа ылғалдатқыш. Ылғалдылық 40%-дан аз болған кезде мұрындағы шырыш кеуіп, еркін тыныс алуға кедергі келтіреді. Егер шырыш көп, ал ылғалдылық төмен болса, ауыр бактериялық асқынулар пайда болуы ғажап емес. Сонымен бірге сізге көмектесе алатын амалдар мұрынға алоэ шырынын құю, қайнатылған картоптың буымен дем алу және бас бармақтың көмегімен мұрынға массаж жасау. Құрметті көрермендер, видеомызды соңына дейін көргендеріңізге алғыс білдіреміз. Денсаулығыңыз мықты болсын.